Футбол бұл өмір. Ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгін біздің арнамыздан көретін жаңалықтарыңыз. Франция Португалия келесі кезеңге өтті. Монако клубы топ клубқа айналатын болды. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, арнамызға жазылып қоңыраушаны басып отыруды ұмытпайық. Ал енді біз бастаймыз. Кеттік. Франция ұлттық құрамасы мен Бельгия ұлттық құрамасында ойын өтті. Екі жақта да шабуылдар болды, бірақ та 85 минутқа дейін ешкімде гол сала алмады. Бельгия ұлттық құрамасы жалықты ма, шаршады ма білмеймін, өз қақпаларына өздері гол салды. Тағы да бір Евро 2024-тен автогол. Вуаля, сюрприз. Жалпы автоголға толы Евро болды. Бұл Ян Вертонген өз қақпасына гол салды, және де тағы да Франция ұлттық құрамасы ойыннан ешқандай да гол салған жоқ. Евро басталғалы бері бір ғана гол салды пенальтиден, ол Мбаппе салды, ал ойыннан әлі гол салған жоқ. Ян Вертонгеннің автоголының арқасында Франция келесі кезеңге өтті. Ал енді Португалия Словения ойыны сол 70-ші минуттан кейін барып ұйқымызды ашып жібергенін көрдік. Роналду Криштиано пенальтиді сала алмай қалды, масқара. Одан кейін Шешко бірден Пепенің қателігінен жеке шығып, Португалияның қақпасынан саңылау таба алмады. Ол жерде Диего Кошта құтқарып қалған болатын. Есеп 0-0 болып аяқталды. Серия пенальтиіне жетті. Пенальти сериясында Диего Кошта тағы да таң қалдырды. 3-1 допты қағып тастады, және де осы ойынның қаһарманы аталды. Криштиано Роналду Коштаны құшақтап жатқан шығар деп ойлаймын, рахметін айтып. Себебі кеше ұтылып қалғанда бәрі Криштиано Роналдудан көретін еді. Ал енді бұл екі жұптың жеңімпаздары Франция мен Португалия келесі кезеңде бір-біріне қарсы ойнайтын болады. Қаймықтысы жеңеді. Жалпы Франция ұлттық құрамасының және де Португалия ұлттық құрамасының жанкүйерлерін кешегі ойындардың жеңісімен құттықтап қойсақ болады. Достар, бүгін де ойындар жалғасуда. Бүгін Евро 2024-тің соңғы жұптарын білетін боламыз. Келесі кезеңге өтетін олар Румыния мен Нидерланды бір-бірімен кездесетін болады. Нидерланды ұлттық құрамасы жеңеді деген ойдамыз. Себебі фаворит осылар. Барлық ойында аутсайдерлар мықты болып кете бермейтін шығар. Енді бүгін Нидерланды өздерінің деңгейлерін көрсетіп, жеңіске жетеді деген болжам бар. Одан кейін Түркия ұлттық құрамасы мен Австрия ұлттық құрамасының кездесуі болады. Бұл жерде біз басымдылықты Австрия ұлттық құрамасына беріп отырмыз. Австрия ұлттық құрамасы 1,5 голдан көп гол салуы мүмкін түріктерге. Және де түріктерде қапы қалмайтын шығар. Жалпы бұл ойында доптың саны, голдың саны 2,5-нан көп, немесе 2 таймда гол болады деген болжамдар бар. Енді өздеріңіздің ойларыңыз, болжамдарыңыз болатын болса, осы 13-ші сектордың демеушісі 1xbet 13-ші сектор атты промокод беріп отыр. Дәл осы промокодпен кіретін болсаңыздар, алғашқы депозит үшін 200 000 теңгеге дейін бонус беріледі. Бұндай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар, достар. Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін осы видеоның астындағы сілтемеге өтсеңіздер жеткілікті. Челси клубы ешқашанда өзгермейтін шығар. Қай жағынан? Ақшаны есепсіз, жөнсіз құрту жағынан. Себебі Челси клубы Ноттингем Форесттің қорғаушысы Мурильоға 70 миллион евро беруге дайын. Мурильо өте тамаша ойыншылардың бірі, жақсы қорғаушы. Былтырғы өткен маусымдағы Ноттингем Форесттағы ең үздік футболшы, қорғаушы болып танылды. Мурильоны енді салыстырмалы түрде айта кетейін. Қазіргі трансфер маркет порталда 35 миллион евро тұрады. Ал оны Челси клубы 70 миллион евроға алғысы келеді. Іштеріңізді күйдіретін тағы да бір нәрсе айтайын. Ноттингем Форест оны бір маусым бұрын ғана 15 миллион евроға алған еді. Трансфер маркет порталында 35 миллион тұрады, 35 миллион евроға алуға болады. 40 миллион жарайды, 45 миллион, бірақ та 70 миллионға алу деген Челсидің басшылары ақмақ па деген сұрақ белгіні келдіретін сөз. Сондықтан да енді Челси бұл Мурильоны 70 миллион евроға алатын болса, шынымен де олардың спорттық директорын бірден ауыстыру керек тәрізді. Францияның лигасы Лига 1-де келесі маусымда қызатын болады, достар. Себебі Марсель клубына өздеріңіз білесіздер, Роберто де Зерби бапкер болып келді. Енді Роберто де Зербиге команданың қарсыластың мықтылығы, мықты еместілігі маңызды емес. Кез келген ойында аттап өтіп, таптап өткісі келетін болады. Марсель кез келген клубқа қарсы тұра алатын клубқа айналады. Ал енді олардың қарсыласында осал болмайды. Монаконы білесіздер, Монаконы Сауд Арабиялықтар сатып алғалы жатыр. Рибалобле
Рибаловлев қазіргі Монаконың басшысы, президенті, бастығы, жекеменшігі десек те болады. Осы Рибаловлев Сауд Арабиясының шейхтарына сатамыз деген ақпараттары да бар. Және де Сауд Арабиясы Монаконы сатып алатын болса, қазіргі Пари Сен-Жерменнің спорттық директоры Луиш Кампушты қатарларына қосқысы келеді. Себебі Луиш Кампуш ойыншыны алғашқы аяқ басуынан таниды, және де кез келген ойыншыны келіссөздерде көндіре алатын қасиеті бар екен. Және де Луиш Кампуш өзі де айтқан болатын, Мбаппе клубтан кеткен кезде мен де Пари Сен-Жерменден кетемін деген сұхбаты бар еді. Сондықтан да Пари Сен-Жерменнен жақын арада Луиш Кампуш кетіп қалатын болады. Ал енді Монаконы Сауд Арабиялық шейхтар сатып алатын болса, керемет клубтардың біріне айналады. Болашаққа жоспары мықты дегенде ақпараттар бар Монаконың.